ұбт-да термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерді қолдануға байланысты бір есеп келеді. Осы есеп бойынша бір талдау жасап көрейік. Қараңыздар, бізге айтады, бір атомды идеал газдың изобаралық қыздыру кезінде атқарылған жұмыс газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігіне жұмсалынады дейді. Демек, біз не істейміз? Әрине, бірінші болып дәл осы жерде айтып өтуіміз керек. Неше атомды сызып қоямыз? Міне қараңыздар, бір атомды дегенді бүйтіп белгілеп аламыз. Және ол қандай процесс бойынша? Изобаралық процесс бойынша. Демек, бұны да белгілеп аламыз. Яғни изобаралық процесс кезінде бізде жұмыста, ішкі энергияда жылу мөлшері нөлге тең болмайды. Нәтижесінде термодинамиканың бірінші заңын біз Q тең болады, дельта U қосамыз А газ деп қарастырсақ болады. Енді осы жерден жылу мөлшеріне тең болады. Дельта U дегеніміз бір атомды болғаны үшін біз 3/2 және nu RT деген форманы қолданамыз және атқарылатын жұмыс. Енді nu RT дегеніміз бұл жұмысқа тең. Сол үшін жылу мөлшері тең болады 3/2 А қосу А. Енді дәл осы жерде ортақ бөлгіш беретін болсақ, жылу мөлшеріміз тең болады екен. 3/2 А қосу 2А. Барлығы өйтіп сызып қоямыз. Енді сол кезде жылу мөлшеріміз келіп шығады 5А бөлінген 2-ге, дәл осы жерден атқарылатын жұмысты табатын болсақ, 2Q бөлінген 5. Бұл дегеніміз А тең 0,4 Q-ға тең болады. Яғни жалпының 0,4 бөлігі жұмсалынады деп қарастырамыз. Яғни ол бізде В жауабына сәйкес келеді екен. Біз сіздермен жалпы ұбт-да келген бір сылдың есепке талдау жасадық. Әрине, дәл осындай есептерді сіз өзіңіз біліп үйренгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп қоюға кеңес береміз. Келесі түсіндірме сабақта, видеода жолыққанша достар.